Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге балалар да үлкендер де жақсы көретін тефтелі тамағын жасайтын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп алыңыз. Жаңа видеоларымды біріншілерден болып қараңыз. Мен бірінші ең алдымен тефтели дайындап аламын, сосын сорпасын дайындаймын. Ол үшін біз күрішті жақсылап суымыз мөлдір болғанша жуып, 5-10 минутқа жібітіп қоямыз. Оған дейін мен сорпасын дайындап алдым. Сорпасын әдеттегідей картоп, ет, пияз, сәбізді қорып, үстіне суды құйып, қызанақты қосып, тұз бұрышымыз салып, сосын дәміне қарай осындай көк шөптерді, укроп, петрушка салсаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Сосын біз тартылған етімізге күрішімізді, жаңағы жібіткен күрішімізді суынан бөліп алып, етімізге араластырамыз. Тартылған етімізге. Үстіне оның дәміне қарай тұз, бұрышты қосамыз. Біздің тефтеліміз ажырап кетпеу үшін үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын видеода көрсетілгендей қолмен дөңгелектеп шығамыз. Міне біздің тефтеліміздің барлығын жасап алдық. Енді оны сорпамызға салып шығамыз. Астын міндетті түрде баяу отта қайнатамыз, өйткені қатты қайнатсақ, біздің тефтеліміз ажырап кетуі мүмкін. 15-20 минутта пісіп қалады. Міне достар, біздің асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.